ұбт-да статика бөліміне байланысты келген бір есепке талдау жасап көрейік. Қараңыздар, бізге не дейді? Суретте көрсетілгендей массасы 5 килограмм, ұзындығы 4 метр, ағаш тақтай бір шетінен жіп арқылы блокқа ілінген. Егер жүйе тепе-теңдікте тұрса, тіреу нүктесіндегі реакция күші. Мынау тіреу нүктесі болса, мына жеріміз тіреу нүктесі деп алайық, мына беттегі n-ді табу керек. Демек, ол дәл центрден төмен қарай салмақпен әсер етеді, ал F төмен қарай тартып жатыр. Демек, мына жердегі күшіміз де жоғары қарай тартады. Сол үшін біз не істеп аламыз? Мына бетте F көбейту деп алайық. F неге әсер етіп тұр? Қараңыздар, арақашықтыққа 1, 2, 3, 4. Демек, 4D деп алайық. Тең, ал мына салмағымыз дәл центрде болған үшін 2. Яғни салмақ көбейту 2D-ға тең. Енді осы жерден F-ті табатын болсақ, салмақ көбейту 2D бөлінген 4D. Бұлар қысқарады, 2 мен 4 қысқарса, күшіміз неге тең болады? F-міз тең болады. Салмақ бізде неше? 5 килограмм болса, 50 бөлінген 2. Сонда F неге тең болып тұр? Бізде 25 ньютон. Енді қараңыздар, 25 ньютонға тең болса, бізде мына бетте n қосу F тең салмаққа болсын. Неге? Өйткені жоғарыдағы қарай тартқан үшін n мен F-тің бағыттары бірдей, салмаққа қарсы бағытта. Енді осы жерден n-ді табатын болсам, сонда салмақтан азайтамыз F-ті. Нәтижесінде n-іміз неге тең болады? Салмағымыз 50, азайтамыз 25. Сол кезде n тең болады 25 ньютон деп аламыз. Бұл бізде E нұсқасына сәйкес келеді екен. Достар, біз сіздермен жалпы ұбт-да келген бір есепті талдау жасадық. Сіздер үшін пайдалы болды деген ойдамыз. Каналға тіркеліп, досыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.